Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін мен тағы өздеріңізге өзімнің хабарламамды жеткізгім келеді. Жалпы 6 сәуірден бастап Қазақстанның бүкіл мектептері қашықтан оқыту форматына көшкен болатын. Бұл өздеріңіз білетіндей, осындай пандемияның бүкіл әлемде шарлауына байланысты, таралуына байланысты бүкіл әлем осы қашықтан оқытуға көшіп отыр бүгінгі таңда. Әрине бұған ешкім дайын болған жоқ. Біз де, оқушылар да, сіздер де, ата-аналар бұған дайын болған жоқсыздар, бірақ дегенмен біз демалыс уақытында үлкен жұмысты атқару нәтижесінде бүгінгі таңда қашықтан оқытуды жақсы бастадық деп айтсам артық айтпаған болатын. Демалыс уақытында біздің мұғалімдер бүкіл тапсырмаларды жасап, видео сабақтарын түсіріп, білім ресурстарында, платформаларда өздерінің жұмыстарын жүйелі ұйымдастырғанның нәтижесінде біз 6 сәуір күні қашықтан оқытуды ойдағыдай бастадық. Бүгінгі таңда бір жұма артта қалып отыр. Соның ішінде бізде қиындық туындаған жоқ. Барлық сыныптың оқушылары мобильді интернет, сонымен қатар жаңағыдай кейбір оқушыларымызда 4G, бүгінгі таңда 62 оқушымыз да осы қашықтан оқыту бойынша жұмыстарды жасап жатыр. Енді сіздерге ата-аналар айтып кететін жағдай, бүгінгі таңда мұғалімдер өздерінің жұмыстарын күнделік KZ платформасында жасап отыр. Оны сіздер қарап қадағалап отырсыздар, біз де оны байқап отырмыз. Сіздердің тараптарыңыздан үлкен қолдау болып жатқанында біз сезініп отырмыз. Сіздер өздеріңіздің балаларыңызды үлкен жауапкершілікпен үйде қарап, жағдай жасап, осы қашықтан оқытуға, білім алуға қолдау көрсетіп жатқандарыңызды біз түсініп, біліп отырмыз. Бүгінгі таңда оқушылар өте үлкен білімге деген құштарлықпен жұмыс жасауда. Өздерінің сұрақтарын қойып, өздері қосымша YouTube'дан, Википедиядан қосымша ақпарат іздеп, өздерінің сыни тұрғыдан ойлау, зерттеу жұмыстарымен де айналысып жатқандары біз үшін өте қуантарлық жағдай деп айтсам болады. Бүгінгі таңда біз әр күні оқушыларға сабақ кестесін беріп отырамыз. Телевизиялық бағдарламалардан да біздің барлық оқушылар бірінші телевизиялық бағдарламадан өтетін сабақтарды көріп алады. Оған да біз жағдай жасалдық. Өздеріңіз білесіздер, сіздерге күн тәртібі жіберілген болатын оқушыларыңызға, балаларыңызға. Сол бойынша балалар бізде телевидениедан жүрген сабақтарды да тыңдап, сонымен қатар мұғалімдерінің берген тапсырмаларын үлкен жауапкершілікпен орындап, мұғалімдермен кері байланыс жасап, бүгінгі таңда өте жақсы білім сапасын көрсетіп отқан жайлары бар. Бұл әрине ең біріншіден сіздер ата-аналар, сіздердің қолдауларыңыздың, сіздердің үйдегі балаларыңызға жасаған жағдайларыңыздың нәтижесі деп біліп отырмыз. Және де біздің мұғалімдердің өте сондай білімді, сауатты түрде өздерінің жұмыстарын, тапсырмаларын жасап жатқанның нәтижесі деп түсінуге болады. Сонымен қатар біздің оқушылар, біздің мұғалімдердің жұмысын ауыр екенін көріп отырып, қашықтықтан ата-аналарымыз бізді қолдауға бағытталған челлендждеріңізді біз көріп отырмыз, жасап жатқан. Біз үйдеміз, біз біргеміз деп. Біз сол үшін де мектеп ұжыматынан үлкен алғысымды білдіргім келеді сіздерге. Осындай қолдауларыңыздың арқасында біз одан сайын мотивация алып, сабақты қашықтан оқытуды одан арман жақсы нәтижелерге жеткізетіндей білім сапасын беруге біз құштарлық танытамыз. Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда біздің мектептің колл-центрі бар. Ол колл-центрге осы қашықтықтан оқытуға байланысты кез келген сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Біздің мектептің сайтында, біздің мектептің колл-центр группасында сіздермен, ата-аналармен, сынып жетекшілермен, сіздермен байланысты ата-аналар, сол жерлерде бізде барлық ақпарат сіздерге уақытылы жіберіліп отыр. Сіздер танысып отырсыздар деген мен ойдамын.
Енді өздеріңіз де білесіздер, кейбір оқушыларда әрине компьютерлері жоқ оқушыларға біз мектеп тарапынан компьютерлермен де қамтамасыз еттік. Бүгінгі таңда бізде техника жағынан, интернет жағынан ешқандай қиындықтар туындап жатқан жоқ. Соның барлығы осының нәтижесінде біз бүгінгі таңда өзіміздің жұмысты нәтижелі атқарып жатырмыз деп айта аламын, құрметті ата-аналар. Міне мен осындай сіздерге кішкене өзімнің бір видео хабарламамды ұсынғым келді. Енді әрмен қарай да сіздердің осындай қолдауларыңыздың нәтижесінде біз жұмысымызды жалғастырып, осындай қашықтан оқыту бойынша үлкен білім сапасын қадағалап, сапалы білім алуға жағдай жасап, оқушыларға аянбай тер төгеміз деп сіздерге сендіргім келеді. Сіздердің қолдауларыңыздың әрине арқасында. Сіздер осындай қолдау көрсетіп, бізге мотивация беріп отқандарыңыз үшін де мен алғыс айтқым келеді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.